Сүйген жүрек. Терезеден шашырай төгілген күн сәулесінің қызуы қайтып, бөлме іші алакөлеңкеленіп келеді. Қалихан шалқая түсіп, кітап оқып жатқан, астында жырым-жырымы шыққан көнетоз матрац пен ескі құрақ көрпеден басқа ештеңе жоқ. Қозғалған сайын торы созылып кеткен темір төсек жеңіл тербеледі. Қозғалмайын десе жата-жата тесіле бастаған жамбасы шыдатар емес. Көзі де талып, ауыра бастады. Сонда да кітаптан басын алмай, шұқшия түскен кенет терезеден таяу қойылған. Кішкене үстелдің үстіне тұрған қара телефон шыр-шыр етіп шырылдап қоя бергені. Орнынан жаймен көтеріліп барып, «Алло» деп телефон тұтқасын құлағына тосуы мұң екен. Ар жақтан саңқылдаған жігіт дауысы естілді. «Ассаламағалейкум». «Уағалейкум салам. Мен Қанатпын ғой. Танып тұрмын шырағым. Қал жағдайыңыз қалай аға?» «Құдайға шүкір, өздеріңше?» «Айналайын жаман емес, тек не болды?» «Жақсылық аға». Не? Деді бір жамандықтың болғанын жүрегі сезіп. Жақсылық аға дауысы дірілдеп шықты. Қайтыс болыпты. Құдай-ау, не дейді, қашан? Бүгін таңертең. Біз барғалы жатырмыз, соны ескертіп қояйын деп. Рахмет айналайын. Көп жаса. Жақсы аға онда, жақсы жаным. Қалихан телефон тұтқасын орнына қоя салды да, асығыс-үсігіс киіне бастады. Өзі де бейнетқор байғұс еді. Тағдырдың тауқыметі мені аурудың азабын тарттау, әйтеуір өмірінің соңында ата мекенін дәм тұзын татып туған жердің топырағы бұйырды демесең. Бірақ осының өзі де бір бақыт екенін біреу білсе, біреу білмейді-ау шіркін. Біз сияқты ата жұрттан жырақтау ғұмыр кешкен пақырлар болмаса, қайдан білсін, басына түспегесін, сезінбегесін. Ол сыртқа шығып, такси ұстады да сүт пісірімдей уақыт өрттер өтпеске жақсылықтың үйіне келді. Есік алдында адамдар топырлап жүр. Кіре берісте екі баласы таяқ ұстап жылап тұр. Жақындап келіп, әкелеріңнің алдынан жарылқасын айналайындар, артық қайырлы болсын деп, беттерінен сүйді де еппен басып ауыз үйге кірді. Әйелі төр жақтағы диванның үстінде қолына орамал ұстаған қалпы, басын төмен сала, меңіреу адамша мелшиіп отыр. Екі көзі білеудей боп ісіп кеткен. Мұны көре салып, қалай қиып тастап кеттің, қайран менің жәкем-ай деп аңырап қоя берді. Төбе құйқасы шымырлап кетті. Қарсы алдында таяп келіп еңкейе берді. Қазақ қайырлы болсын, иманы жолдас болсын деп көңіл айтып, аз кем тұрып қалды. Әйел зарлы дауыспен жоқтау айтып, жылауын үдете түскен. Қалихан иығынан ұстаған қалпы сабыр Кәмшатжан, сабыр, жылама демеймін, жыла. Мен жылама десем де жылайсың. Жылайтын күн әлі алда, сабыр сақтап жыла. Ауырып қаласың, сен әлі мына балаларға керексің. Орныңда бар, оңалар деген, деді сабырға шақырып. Әйел жылауын қойғанымен, солығын басалмай үн-түнсіз мұңайып отырып қалды. Қалихан шеттеу тұрған орындыққа тізе бүге беріп, «Қашан қайтты?» деді бір сәт арнай қалған үнсіздікті бұза. Таңғы сағат 7-де, түні бойы қиналды. Қиналып кетті, бірақ сөйлеп жатты. Бәрін айтып кетті, бәрімен бақылдасты. Бәрін біліп жатты. Ең ақырғы айтқаны адамда арман таусылмайды екен ғой деді. Ең басты арманы балаларды туған жерге әкеліп елге қосу еді. Оны орындады. Енді осы балаларымның қызығын көрсем деуші еді. Амал қанша? Сол арманы арман күйінде өзімен бірге кетті деді. Әйелі кемсеңдеп, амал қанша? Кәмшат, кім армансыз боп өтті дейсің бұл жалғаннан? Тірі пенденің арманы таусылушы ма еді?
тәйірі бізге қарағанда. Жақсылық бақытты ғой, Құдайға тәубә деңдер, деді басу айтып. Осы кезде сырт жақтан адамдардың аяқ дыбысы білінді де, артынша ақ бауырымдаған дауыс естілді. Қалихан жаймен орнынан көтерілді де, ақырын жылжып сыртқа шыға берді. Күн ұясына қызара батып, төңіректі қараңғылық тұмшалап келеді. Аздаған ызғар бар. Ол шет жақта әңгіме дүкен құрып отырған бір топ адамның жанына тақау барып тұрды. Ештеңемен қақсоғы жоқ жан еді, деді тапал сары. Қашан көрсең күлімсіреп жарқылдап жүруші еді, деді ұзын бойлы қара жігіт. Періште дерсің. Иә, аузын ашса жүрегі көрінуші еді, деді таяғына сүйеніп әзер тұрған шоқша сақалды бүкір шал. Жақсы адам еді. Кенет алдыңғы жағында жападан жалғыз состиып тұрған әйелге көзі түсіп кетті де, аңырап тұрып қалды. Таныс бейне жылы ұшырайды. Өз көзіне өзі сенер емес. Әй, мынау сәулеме? Ой Аллай, ішіп жеп барады. Мынау менің сәулем ғой. Ой жаным-ай, сәулешім. Қадала қарап қалған. Қапелімде өңі ме, түсі ме екенін ажырата алмай, абдырап та қалды. Әйел түк сезер емес. Ештеңені елең қылмастан, шығар қақпаға қарай бұрыла берді. Бірдеңеден құр қалып бара жатқандай, соңынан ілесе шықты. Үйді айнала бере, аяғын жылдамдата басып келді де, сәуле, деді ақырын ғана тіл қатып. Әйел селк ете түсті, жалман жалт қарады да, бұған бедірейе қарап тұрып қалды. Көздері жыпылық қағады. Сәуле, мен ғой, мен өзіңнің Қалиханың. Қалихан? Қалихан әйелдің дауысы жарықшақтанып шықты. Иә, Сәуле, бұл мен ғой, өзіңнің алғашқы Құдай қосқан қосағың. Қайдан жүрсің, деді әйел қапелімде, аузына жібі түзу сөз түспей. Жақсылыққа көңіл айтып, сен Алматыға келді деп естіп едім. Әйел демін ішіне тарта ауыр күрсінді. Қалихан да не айтарын білмей, бөгеле берді, темекі тұтатты. Рахаттана бір сорып түтінін сыздықтата сыртқа шығарды. Екеуі азырақ үн-түнсіз отырып бақ ішіне келіп кірді. Ымырт үйірілген, аспан түнеріп тұр. Етек жақтан жан-жағына жарығын шаша қылтиып, ай туып келеді. Қашан келдің? Әйелдің еті енді үйрене бастаған сияқты. Еркінсей сөйледі. Көп болды ма? Біраз болды. Біраз болды? Иә, біраз болды. Енді неге хабарласпадың? Сенің отбасың бар деп естідім ғой. Сонан кейін мазалағым келмеді. Құдайдың кезіктірген жерін көрмейсің бе? Иә, бұл жалған дүние ғой. Жалған дүние бүгін бармыз. Ертең бір Құдай біледі, бәрі жалған, өткінші. Жалған екенін біле тұра, мәңгі жасайтындай өмір сүреміз. Сәл ертерек кетті демесең, жақсылық та арман жоқ қой, арман жоқ. Сүйгенімен бірге тұрды, сүйгенімен қол ұстасып бірге жүрді, бірге жасасты. Балалары да бауырында болды. Тарымда жүрген жылдары болмаса, бір елі ажыраған жоқ. Біз ғой мына тақа сорлаған. Екеуміз екі жақта 40 жыл бөлек тұрдық. Құдай салды. Біз көндік. 40 жыл тұтас бір ғұмыр ғой. Иә, 40 жыл зымырап өте шығыпты ғой. Өмір осылайша бөлінбей өте шығады екен ғой. Жоқ, мен 40 жыл бөлінбей өте шықты деп айта алмаймын. 40 жыл жан азабын тарттым. Бақандай 40 жыл армандадым, 40 жыл күттім. Нені? Сенімен бір кездесуді. Сені бір көруді, туғандарын ғана көріп, қызықтарын көре алмаған балаларымның маңдайынан бір иіскеуді. 40 жыл аңсадым ғой. Сен қалай өзгермегенсің? Өзгермегенсің дейсің бе? Қош, қартайдық қой. Қалихан тағы темекі тұтатып жатып, әйелге көз қиығын салды. Самайын ақ шалып, сұлу жүзін әжім торлаған. Бірақ қараған сайын бірте-бірте жасарып,
көз алдына қыз күніндегі көрікті келбеті елестей берді. Сен маған әлі сол қыз күніңдейсің, естіп тұрсың ба? Әлі 18-дегі дейсің. Сол бейнең, сол мөлдір көз, сол қызыл ерін. Қойшы, әйел езу тартты. Сен де өзгермепсің. Сол мәз баяғы қалпың. Иә, сол жастықтың әсері ғой. Иә, сол жастықтың албырттығы ғой, қайдан білейін? Әйтпесе сенен өлсем айрылам ба? Қайран жастығым ғұмыр бойы өкініш сыйлады. 40 жылғы өмірім сағынышпен, аңсаумен өтті. 40 жылғы уақытым ойланумен өтті. Иә, ол кезде біз жас едік. Сен 25-те, мен 30-да. Енді міне біз де қартайдық. Бірақ сен маған әлі сол қыз күніңдейсің. Есіңе алшы, екеуміз алғашқы танысқанымыз есіңде ме? Есімде, бәрі де есімде, оны қалай ұмытайын? Ол біздің қайта оралмас бақытты шағымыз ғой. Көктем еді ғой құлпырған. Жасыл жайлау, өзеннің жағасы, су шылдырлап ағып жатқан алғаш көргенім, сен сондай сұлу едің. Қылықты едің, бір көргеннен ғашық болып едім-ау. Иә, бір көргеннен. Мен де сені бір көргеннен ұнатып ем, жан тәніммен сүйіп ем. Амал қанша тағдырымыз осылай болды. 2 баламен шәуешектен бері өттім. Сен Үрімжіде қалып қойдың. Қалайын деп қалды дейсің бе? Жібермеді ғой құрғырлар. Білемін, бұлай боларын білсем, өлсем қалам ба? Шекараны жауып тастайтынын қайдан білейін? Айтсам сенбейтін де шығарсың. Талай талпыныс жасадым, бірақ бері өтудің еш сәті түспеді. Оқуға да келмекші болдым, бірақ арғы ойымды сезіп қойды ма білмеймін, әйтеуір жібермеді. Шекарадан қашып та өтпекші болдым. Оным үшін абақтының да дәмін таттым, әйтеуір жолым болмады. Мен де сені көп күттім, содан әйел арғы жағын айта алмай, аз-маз кідірістеп қалды да, сөзінің соңын 2 ұштылау етіп, қос құлыным үшін амалсыздан деді күлімжіп. Білем, бәрін де білем. Арманым мен сағынышымның Қалиханның көзіне жас іркіліп, егі кемсеңдеді. Қал жағдайлары қалай? Жақсы. Қазір екеуі де үйлі баранды. Жағдайлары жаман емес. Ел қатарлы тіршілік етіп жатыр. Қазіргі жолдасымнан бір ұлым бар. Білем. Ал өзің неге қайра шаңырақ көтермедің? Еш қажеті болмады. Өзің де естіп жатқан шығарсың. Талай жылым абақтының тас қапасында өтті. Жазықсыздан жазықсыз жазалану да жанға қатты батады екен. Оның бәрін айта беріп қайтейін. Біле білсең, мен тек сен деп өмір сүрдім. Сен деп ғұмыр кештім. Сен ғана деп ойладым. Сен менің әрқашан жанымда болдың. Қайғырсам бірге қайғырдың, жыласам бірге жыладың. Мұңдансам бірге мұңдандың. Сен соны білесің бе? Қуансаң да бірге қуандым ғой. Жоқ. Неге әйелдің түсі бұзылып кетті? Мен қуанған емеспін. Қуана да алмадым. Қуанған кезім болған жоқ. Неге? Сүйіп қосылған сүйікті жарыңнан бір тамшы қаныңнан жаралған сүйкімді балаларыңнан тірідей айрылсаң, қуаныштың не екенін ұмытып қалады екенсің. Сен оны білмеген, сезбеген, сезінбеген шығарсың. Өйткені менің орнымды білдірмеген, жоғымды жоқтатпаған, арманым мен сағынышым болдың ғой қасыңда. Алданышым да, жұбанышым да солар болғаны рас. Ал мені алдандыратын да жұбататын да ешкім болған жоқ. Өзімді өзім ғана алдандыратып, жұбатып келемін. Сені бір көретініме, әйтеу бір кездестіретініме сенгем. Мені жетелеп келе жатқанда сол сенім ғой. Бақыттымын, сені көрдім. Сені бір көрудің өзі бір бақыт екенін білесің ғой. Мен саған әлі ғашықпын. Сезімім де сол баяғыдай. Еш суыған жоқ. Қайта уақыт өткен сайын жалындап жана берді. Сенімен өткізген 5 жыл менің ең бір бақытты сәтімнің бірі екен. Бірақ сол 5 жылдың қадірін де кейін білдім ғой. Сол 5 жыл ғана маған қуат беріп түнге айналған өміріме шуақ шашып келеді. Сол сәулелі 5 жыл. Менің де саған деген көңілім сол баяғыдай. Сенбейтін де кінәлайтын да шығарсың. Арманым мен сағынышым үшін әйел көзіне жас алып,
қыстығып сөйлей алмады. Кінәлап тұрғаным жоқ, кінәламаймын да. Бәрінде түсінем, біле білсең мен үшін сенің жер басып, тірі жүргеніңнің өзі бір бақыт. Соны білсең, соны сезінсең болғаны. Қалихан тағы темекі тұтатты. Түтіннің ішінен жұтып жатқандай құшырлана сорады. Оны да жаман адам деп айта алмаймын. Арманым мен сағынышыңа сол екеуіңнен қолынан келген жақсылығын аяған жоқ. Жеткізді, жетілдірді. Кеудемізден итерген жоқ. Соның арқасында өгейсімедік, өгейсітпеді. Бізге керегі де сол еді. Әйтпесе мен оған сүйіп күйгендігімнен тұрмыс құрған жоқпын. Жек көремін деп те айта алмаймын. Құдай қосты, қосылдық. Бірақ сенсең, мен де сені бір көруді ғұмыр бойы армандадым. Оның жанында жатсам да, жүрегім сені іздейтін, сен деп соғатын. Ғұмыр бойы саған деген сағынышым басылған емес. Менде жүрек бар, менде сезім бар. Сені сағынып сарғайған сәттерімде арманымды құшақтап мауқымыма басатынмын. Сен оны көрген жоқсың ғой. Топ-тора өзіңнің жігіт шағыңды көз алдыңа елестетсең болғаны. Тура аумай қалған жүрген жүрісі, тұрысы, көз қарасы, шашының бұйралығына дейін. Өзіңнің жігіт кезіңде көз алдыма әкеледі. Арманымды көрем де, сені көргендей боламын. Сондықтан да менің жаным соның үстінде жүретін. Ол әрдайым сені жастық шағымды еске салады. Сен де сондай едің. Мінезіңе дейін ұқсайды. Сен сияқты өкпелегіш тура бар ғой өзің. Мен әлі өкпешілмін. Не өкпелеп қалдың ба? Жоқ, неменеге өкпелеймін, қайта бір жасап қалдым. Бұл кездесу сен үшін онша маңызды болмас. Неге олай дейсің, деді әйел оның сөзін киіп әкетіп. Білмеймін, өзім де білмеймін, әйтеуір мен үшін қалған ғұмырыма жетерлік азық болмақ. Өксумен, өкінішпен өткен өмірімді сәулелендіре түсетіндей осы кездесу. Менде осындай алданыштардан басқа ештеңе қалған жоқ. Өзімді өзім алдау сұратумен ғұмыр кешіп келемін. Сен мықтысың, Қалихан, өзіңді өзің алдай аласың. Ал мен байқұс өзімді өзім алдай да алмаймын ғой. Алдандыратын арманым мен сағынышыңды қосып жібергеніңе ризамын. Мен сені баяғыда-ақ үйленіп алған шығар деп ойлап ем. Саған ғашық қыздар көп еді ғой. Есіңде ме? Мен сені солардан өлердей қызғанушы ем. Жаныңнан топырлап шықпайтын еді ғой. Солардың біреуі мен. Жоқ, Сәулежан, менің көзіме сенен басқа ешқандай қыз көрінбейтін. Сен кеткеннен кейін де көрінген емес. Мен махаббатыма ешқашанда көлеңке түсірген емеспін. Сол бір таза қалпында өзіңе алып келдім. Жүрегім жаралы болса да, жаралы шығар, бірақ кірлеген емес. Менің күйеуім бар ғой. Ал менде ше? Менде сенің заңды күйеуің емеспін бе? Сен оған көп уақыт өтіп кетті ғой енді. Білем, сен мені дұрыс түсін. Мен сенің отыңды өшіріп, ошағыңды ойраңдатайын деп келген жоқпын. Құдай оның бетін әрі қылсын. Тек саған деген махаббатымның әлі де суымағанын, мәңгі суымайтынын айту үшін ғана, соны сезіндіру үшін ғана сенімен бір кездесуді өмір бойы армандадым. Бұл кездесу маған осы үшін де қымбат. Саған деген махаббатымды байрақтай желбіретіп келе жатқанымда айта алмай, өліп кетсем қайтерем? Өкініштің көкесі сонда болар еді. Енді өлсем де арманым жоқ. Шын айтам, арманым жоқ. Рахмет, мен сені білем ғой, жаныңның жылылығы емес пе? Мені саған ес-түссіз ғашық еткен, бірақ бәрібір екеуміз енді бірге бола алмаймыз ғой. Қалихан тағы темекі тұтатты. Не деген көп тартасың? Әйел бүсіркей қарады. Қалихан ештеңе естімегендей еріндерін тістелей берді. Осы кезде талдардың арасынан 3-4 қара мысық атып шығып бір-бірімен жарыса алдарынан жүгіріп өтті. Екеуі де тіксініп, бір-біріне үрпейісе қарады. Қайдан қаптап кеткен, деді Қалихан оны жаман ырымға балап. Ана бір жерде қоқыс төгетін жәшіктер бар, соны жағалайды.
түн түңілігімен қымтай жауып қоюланып келеді. Жаңбыр себелегендей басталды. Сумаңдаған суық жел Қалиханның қойны қонышына тіміскілей бойын тоңасыта бастады. Бір сәт жанында 40 жыл көрмеген ғашығы келе жатқанын ұмытып кеткендей өзімен өзі ой қармап үнсіз қалды. Кенет есіне әлдене түскендей бойын тез жиып алып, «Сәуле, айтшы», деді мойнын бұрып. «Не?» Әйел үлпие қарады. «Нені?» Қалихан бекер сұрадым ба екен дегендей аз кем кідіріп қалды да, «Арманым мен сағынышым кімнің атында?» деді сұраулы жүзбен. Әйел ләм-мим деп тіл қата қоймады. Көз жасаурай берді. Қалихан қыстаған жоқ. Айтқызбай-ақ түсінді. Кеудесіне кере ауыр күрсінді. «Оларды көргім келеді. Қандай боп өсті екен? Мен туралы айтып па едің өзі?» Әйел көзіндегі жасты қол орамалмен жайлап сүртті де, үнсіз қалудың ретін таппай, «Олар біледі ғой енді, сезеді», деді иегі кемсеңдеп. «Ештеңе айта алмай келемін, бірақ олармен кездесудің қажеті жоқ шығар. Екеуі де балалы шағалы. Бәрі мені апа десе күлміңіздеп қалды. Оны ата дейді. Ал сен?» Қалихан төбесінен біреу суық су құйып жібергендей сілейіп тұрып қалды. Одан әрі қазбалап ештеңе сұрамады. Сұрағысы да келмеді. Тағы да темекі тұтатты. Сәлден соң тұнжыраған қалпы, «Жақсы», деді жаймен ғана тіл қатып. «Басқа сұрағым жоқ». Үмітімнің сөзінің аяғын жұтып қойды. «Сенің алдыңда өзімді қылмыскердей сезінемін». Әйел жүрек тұсын ұстап еңкейе берді. «Ой, жаным-ай». Не боп қалды?» Қалихан шошына тіл қатты. «Жай әшейін жүрек қой, бәрін сезіп біліп жатқан». «Я, жүрек құрғыр сезгіш қой, менің де жүрегім бірдеңені сезіп жатыр. Кеудемді тесіп кетердей. Талауын қарашы, дүрсілдеуін көрмейсің бе?» Қалихан да алақанымен жүрек тұсын уқалай берді. «Әне, анау менің үйім», деді әйел алдыңғы жақта жарық жанып тұрған қараша үйді нұсқап. «Алаңдап күтіп отырған шығар, уақытта біраз болып қалды ғой». «Күтетін адамның бар, қандай жақсы». Әйел ештеңе айта алмады, тек бар болғаны. «Қой, мен барайын», деді де жай ғана. «Жақсы, аман жүрші», балаларға дей беріп тілін тістей алды. Әйел оған онша мән берген жоқ. Мұң тұнған жанарымен мөлтілдеген бір қарады да үн-түнсіз бұрылып жүре берді. Әлі де сол баяғы тіп-тік қалпы, жүрісі сылбыр тартқан. Ол соңынан жетім баладай жәутеңдей қарап, сөлмірейіп тұрып қалды. Кеудесін қара мысықтар тырналап жатқандай қыжылдатып әкетіп барады. Көзінен бір тамшы жас ыршып түсті. Қарашы, 40 жыл бұрын да табиғат дәл осындай түнеріп тұр еді. Бүгін де тұнжырап тұр, деді даусын көтере. Ай да солда қалпы, жұлдыздар ғана жарыса жымыңдайды. «Қарашы, бәрі де сол баяғыда. Естимісің, сәулешім, естимісің? Табиғатта ешқандай өзгеріс жоқ. Өзгерген сен ғана. Сен. Қалихан әйел кеткен жаққа телміріп ұзақ қарады. Ештеңе көрінбесе де көз алар емес. Жүрегі қанжылап тұр. Бар ашуы көзінен алатындай. Еңк-еңк етіп егіле жылады. Кеткісі келмейтін сияқты. Әйел кіріп кеткен қараша үйге телміре қарап қаққан қазықтай тұра берді. Бір кезде жарық та сөнді-ау. Қалиханның да үміті өшкендей болды. Қайтуға бет алып бұрыла бергені сол еді. Талдардың арасынан тағы бір қара мысық атып шығып жолын кесіп өтті. Шошына селк ете түсті. Жон арқасы мұздап кетті. Жүрегі шаншылып, өкпесі алқына берді. Жол сенікі, бақыт па, бақыт ме, жоқ. Жоқ, бәрі де сенікі, өмір сүрудің де еш мәнісі қалмады-ау. Не айтып, не қойғанын өзі де білмей, мәңгіріп тұрып қалды. Жүрегі қатты қысып, шаншып өткендей болды. Қол аяғы дірілдеп, құлап бара жатқанда байқамады. Қараңғылық қоюлана түскен. Төңіректі тұман тұмшалап келеді. Қара аспан да қыстығып тұрса керек. Селдетіп қоя берді. Жаңбыр құйып тұр.